Assalomualaikum. Жетінші тақырып ол түсіндіру. Осы жолы бір видеода пайғамбарымызды, Аллахтың сәлемі болсын, жаман атты айтып жатыр екен. Бұл пайғамбарымыз өзінің асыранды баласы Зәйдтің әйеліне үйлену жайлы. Бұл туралы Құран аятта айтылғанын ашып айтады. Және бір хадисте пайғамбарымыз 9 жастағы Айша анамызға үйленді деп жаман ой тастап жатыр. Алайда жаман ой шайтаннан. Осы күні бізде нақты дәлел жоқ. Хадистерде айтылғандай болды деп, әрі Құран аяттар нақты жетті деген. Әрі қай заманда болсын дінді бұрмалап, өз мақсатына пайдалану мүмкін деп ойлаймын. Алланың қалауымен пайғамбарымыз Зәйдтің әйеліне үйлену жайлы туралы бір түсіндіруге тап болдым. Зәйд пен Зейнептің үйленуіне пайғамбардың өзі себепші болады. Алайда Зейнеп Зәйдті менсінбейді. Өзін жоғары тапты санап, ал Зәйдті бұрын құл болғанын әрдайым айтып отыратын. Осы арада пайғамбарымызға уақи түседі. Зәйдтің әйеліне үйлену жайлы. Адамдардың айыптауларынан сескеніп, пайғамбарымыз бұл жайлы жария етпейді. Көп уақыт өтпей, Зәйд Зейнеп қатысты арыз айтып келеді. Пайғамбарымыз Зәйдті сабыр етуге шақырады. Алайда көп ұзамай Зәйд пен Зейнептің ажырасып тынады. Осыдан кейін пайғамбарымызға уақи түседі. Онда Алла Тағала пайғамбарымызды Зәйд пен Зейнепке қатысты аятта жасырып қалғаның адамдардан емес, бір жаратушыдан қорқу қажет екенін ескертеді. Осылайша Алланың қалауымен пайғамбарымыз Зейнепке үйленген білем. Ақиқатын бір жаратушы Алла біледі.